Қаламызда тұңғыш рет 24-ші гимназия мектебінің базасында STEM зертхана ашылды. Ол ғылым, технология, инженерия, математика ғылымдарының қосындысы. Оқушылар STEM зертханасында 4 бағыт: инженерия, робот техникасы, 3D модельдеу және бағдарлама әзірлеу бойынша дағдыларды меңгеретін болады. Айта кетейік, мұндай кабинеттер еліміз бойынша 10 мектепте ғана бар. RG корпорациясы меморандум шеңберінде қаламызда тұңғыш рет 24-ші мектепті STEM зертхана ашып отыр. Біздің компания бұл кабинетті толықтай жабдықтау үшін 7,5 миллион теңгеден астам қаржы бөлді. Оқушылар қазірден бастап ғылым, технология, инженерия, математика ғылымдарын меңгеріп, болашақта біздің кәсіпорынға маман болып келуін тілейміз. RG корпорациясы бөлген 7,5 миллион теңгеден аса қаражатқа кабинетке ноутбуктер, интерактивті тақта және керекті құралдар мен зертхана жабдықтары алынған. Гимназия директоры мен ұстаздар, сондай-ақ оқушылар меймандарды кабинет жұмысымен таныстырып шықты. Имеется 4 комплекта модульных станков, которые предназначены для изготовления различных деталей, которые мы будем использовать для изготовления машин, мостов, домов. Бұл зертхана қаламызда жалғыз болмасына сенеміз. RG компаниясы біздің балалардың оқып дамуына қомақты үлес қосып жүреді. Сол үшін үлкен алғыс айтамыз. Оқушылар өз кезегінде берілген мүмкіндікті жібермей, IT технологиясы бағытындағы білімдерін жетілдіре түссін деген тілегім бар. Айта кетейік, көп бағдарлы 24-ші гимназия мектебінің іргетасы 1993 жылы қаланған. Қазіргі таңда мектепте 702 оқушы білім алады. Дарынды оқушылар робототехника байқауларында жүлделі орындарға ие болып та үлгерген. Мәселен, өткен жылы аталмыш мектептің оқушылары қалалық фестивальде жеңіске жетіп, Қарағанды қаласында өткен республикалық жарыста бақтарын сынады. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.